Қайырлы күн, номер 458-ші есеп 5-ші сынып математика, иә? Бұл жерде не көріп тұрмыз? Мұнда теңдеу көріп тұрмыз. Біріншісін шығарайық. Теңдеуде x мән тап дейді. Біріншісінде x тең жалғастырамыз. Минус, мұна жерде 5,18-ден 3 қой. Соның теңдіктен кейінгі сан, иә? Соның өзін көгенше жазып аламын. Мұна минус, яғни азайту 2,12-ден 7 дейді. Ол көршінің үйіне, яғни теңдік болғанда, теңдіктің екінші жағына, оң жағына кері амалмен өтеді. Кері амал деген, егер азайту тұрса, мұнда қосу етіп өткізесіз, қосу тұрса азайту етіп. Мұнда бізде азайту тұр, демек мұнда теңдіктің екінші жағына қосу етіп өткіземін. Не шықты бізде? Аралас сандарды қосу шықты. Енді кәдімгі аралас сандарды қосуды орындаймыз. Мұнда ол үшін ортақ бөлім беруіміз керек. Үлкен санды көбейтейік. 36 болады, еселеген кезде. 18, 12 бөлімдерінен қарағанда қайсысы үлкен? 18 үлкен ғой. 18 еселеп көріңіз. 2-ге көбейтсем 36, 36 12-ге бөле ме? Егер бөлінбейтін болса 3-ке көбейтіп көріңіз. 12-ке бөліне ме? Бөлінбесе осы үлкен 4-ке көбейтіп көріңіз, иә? Мұнда 2-ке көбейткенде 36 шығады. Осы 36-ны 12-ке бөлу жерсе менде 3 деген сан шығады. Ол 3-ті мұнда жазамын. Кеттік. Енді бүтініне бүтінді қосамын. Ол менде 7 бүтін. Бөлімі 36. Ортақ бөлім бердім ғой. Енді 3-ке 2-ні көбейткенде 6, 3-ке 7-ні көбейткенде 21. 21-ге 6-ны қоссам, менде 27. Нешеге қысқартып жіберуге болады? Мұны 7 бүтін 9-ға қысқарама екеуі де. Яғни 36 да 27 де 9-ға бөліне ме? Әрине бөлінеді. Мұнда сонда 4 болады. 27-ні 9-ға бөлсем 3 болады. Бірінші теңдіктің жауабы, теңдіктің жауабы 7 бүтін 4-тен 3. Екінші теңдікке өтеміз. Мұнда да азайту тұр екен. Ол теңдіктің екінші саны, яғни мына санға қосу болып өтеді. Кеттік. X тең. Бірінші теңдіктен кейінгі санның өзі жазылады. 45-те 16. Азайтуы мұнда қосу болып өтеді де 37 бүтін 54-тен 17. Так, үлкен сан бөліміндегі ол менде 54. 54-ні өз 45-ке бөлінбейді, демек 54-ті еселеймін. 54-ті бірінші 2-ге көбейтіп көремін. 108 болады, осы 108 45-ке бөліне ме? Бөлінбейді. Демек 54-ті 3-ке көбейтіп көремін. 162 болады. Ол 45-ке бөліне ме? Жоқ. 54-ті келесі 4-ке көбейтсем 16, 5 бөлінбейтіні айдан анық, соңғы бірліктеріне қарағанда, бізге 5-пен немесе 0-мен аяқталатын керек қой, себебі мұнда 45 қалтқысыз бөліну үшін 54-ті 5-ке көбейтем. 270 45-ке бөлінеді. Яғни мынаны мен 5-ке көбейткенімде 270 шықты. Бөлімім, жазып алайын, ұмыт қалмас үшін 270 шықты. Осы 270-ті 45-ке бөлсем, менде 6 шықты, оны тоқтауыш көбейткіш етіп шекесіне жазып қоямын. Енді бүтінге бүтінді қосам, яғни бүтінім 15 және 37. Екеуінің қосындысы менде 52-ні береді. Енді 6-ға 16-ны көбейтем, шекесіндегі санды алымына көбейтем. Ол менде қаншаны береді? Әрине 96-ны береді. Қосамын. Келесі 17-ні көбейтемін мен 5-ке. Қанша болады? 85 болады. Нәтиже жазамын. Сіздер астына жазсаңыздар болады. Мен жалғастырайын, себебі астында орын қалмады. Так, 52 бүтін, бөлімі 270, ал алымы 96-ға қосамын. Так, 85-те, 181 болды. Жауабы 52 бүтін 270-тен 181. Келесі екінші мұнда. Мына үшінші екен ғой. Екінші есеп мұнда екен. Екінші есеп менде
мында азайту тұр, яғни мына жағы теңдіктің екінші жағына, яғни көршінің үйіне қосу болып өтетін бірден біле қояйық, иә. X тең теңдіктен кейінгі, яғни көрші өз үйінде қалады. Теңдіктен кейінгі санды сол күйінше көшіріп аламын да, мұндағы азайтуды көршінің үйіне қосу етіп жібере саламын, иә. 26,21-ден 7. Екеуін қосамын. X тең. Так, бүтін қосқанда 126 бүтін болады. Бөлімін жазу үшін 28. Үлкен 28 қой 21-ден. 28 21-ге бөлінбейді. Демек 28-ді бірінші 2-ге, сосын 3-ге, 4-ге, яғни 21-ге бөлінгенше кез келген солай ретімен көбейтіп көреміз. Так, 28 2-ге көбейтемін. 56 болса, ол 21-ге бөлінбейтіні хақ. Келесі 28-ді 3-ге көбейтемін. Ол 21-ге бөліне ме? 23-ті 3-ге көбейтсем, менде 84 шығады. Демек, ортақ бөлімді мен 84 ете аламын. Себебі 28-ді 3-ге көбейтсем 84, 84-ті 21-ге бөлсем, ол 4-тен болады. Так, мұнда 15, мына екеуін көбейтіндісі 15-ті береді. Қосамын. Не үшін қосым? Себебі ортақ қосу тұр. Нешені? 7-ге 4-тің көбейтіндісі не? Так, екеуін көбейтіп қосайық. 15 болды. Сосын екінші араласқанда 28 алымы болады. Сонда жауап қанша болады? Жауабы 43 болады. Сонда 126,84-ден 43. Соңғы есепті қарайық. Мұнда да дәл сол, барлығын шығару жолы бірдей болып тұр. Себебі бәрінде азайту. 42,35-тен 17 қосылған 33,25-тен 21. X тең бүтіндерін қосайықшы. 42-ге қосыңыз 33-ті. Қанша шықты сізде? Менде 75 шықты. Енді ортақ бөлім берем. Екі ойысын табуым керек. 35 үлкен болыпты 25-тен. Демек 35-25-ге бөлінбейді. Онда 35-ті 2-ге көбейтіп бастайық. 70-25-ге бөліне ме? Әрине жоқ. Келесі 35-ті 3-ге көбейт. 105-25-ге бөліне ме? Әрине жоқ. 35-ті көбейт 4-ге. 140. 140-25-ге бөліне ме? Жоқ. Келесі 35-ті көбейт 5-ге. 175. Бөліне ме 25-ге? Әрине. Демек 35-ті мен 5-ге көбейткенімде менде шықты 175. Ол 175-ім 25-ге бөлінді. Сонда оның жауабы 7 болады. Немесе мен арнамда 5-ші сынып математикасының осы араласандарда жалпы жай бөлшектердің ортақ бөлім қалай береді, яғни екі ойыны қалай табатындығы туралы, яғни жай көбейткіштерге жүктеу арқылы табатын ең оңай әдісі осы менің арнамда бар, қарап көріңіз. Келесі кеттік. 5-ті 17-ге көбейте салыңыз. 5-ті 17-ге көбейтсек 85. 21-ді көбейтіңіз 7-ге. 147 болады. Енді қосындысын табайық. Тең. 75 бүтін сақталады. Бүтініміз бөлімі де өзгеріссіз қалады. Ал алымына бөлімі де өзгеріссіз. 175-тен 85-ге қос дейді 147-ні. Демек 232. Ой, қандай бөлшек шығып қалды бізде? Бұрыс бөлшек шығып қалды. Неге айналдырамын? Араласанға, яғни алымын кішірейтіп алуым керек. Ол үшін 232 алымын бөліміне бөлемін. 232-ні 175-ге бөлсем, ішінде бір рет кездеседі, ол бір рет. Қараңыз, 232-ні бөлемін 175-ге. Бір рет кездеседі ғой. 2 болса, одан көп болып кетеді.
Так, 232-ден азайтыңызшы 175-ті. Қанша қалды сізде? 57. Енді осыны сараптайық. Мына бірі толық кездесіп отыр ма? Онда мына бүтінге қосып жіберіңіз. 75-ке осы 1-ді қоссам 76 болады. Бөліміне тиіспейміз, ол қатып қалған. Қыса етігіңіз шешпейсіз ғой, шапка шешсеңіз. Дәл сол сияқты бөліміне тиіспеңіз мүлдем. Ал мына не жазам? Не қалды бізде үшінші? Қалды. Яғни қалдыға алымына жазылады. Осымен есеп шықты.